Біз үйде немесе кинотеатрда фильм көріп отырғанымызда ең алғаш оның логотипін көреміз. Бірақ біз олардың не мағына беретінін немесе не үшін жасалғанын біле бермейміз. Мәселен, сіз Paramount Pictures'да қанша жұлдыз бар екенін, немесе Walt Disney'да мына сарай қандай сарай екенін білесіз бе? Онда бүгін сізге ең танымал логотиптердің тарихымен қалай жасалғанын айтатын боламыз. Paramount Pictures. Бұл киностудия 1912 жылы сол кездің олигархтары инвестор Адам Зука және ағайынды Фромандармен құрылған болатын. Басында бұл компания Famous Players Film Company деп аталған. Бірақ жалғыз бейнеленген логотип бұл компанияның атын өзгертуге түрткі болды. Суретші-иллюстратор Уильям Хоткинсон бұл логотипті Пика мен Ламон тауын қолдана отырып жасаған. Бұл тау Ютта штатында орналасқан және мұнда ол балалық шағын өткізген. Логотипте ең басында 24 жұлдыз кездескен. Бұл жұлдыздар сол кездегі Paramount Pictures'те ойнайтын атақты актерлармен байланысты. Қазірде логотипте 222 жұлдыз. Уақыт өткен сайын логотип өзгеріп отырған. Қазіргі кезде компьютермен жасалған сапалы анимация тұр. Metro-Goldwyn-Mayer. Бұл компания ешқашан логотиптің сұлбасын өзгерткен емес. Тек логотиптегі жазбалар мен ондағы арыстан ғана өзгерген. 95 жыл уақыттың ішінде арыстан сұлбасы 5 рет ауысқан. Және ең соңғысының суреті 54 жыл бойы көрсетіліп келе жатыр. 1924 жылы логотипте алғашқы арыстан пайда болды. Келесі арыстан Джеки. Ол алғаш рет ақырған арыстан болды. Үшінші арыстан Тайлер деп аталды. Ал төртінші арыстан туралы ешқандай мәлімет жоқ. Ал енді 1957 жылдан бері киностудия логотипінде бізге ең таныс арыстан Лео көрсетіліп келе жатыр. Және осындай түсірілімдер кезінде ешқандай арыстанға зиян тимеген. Сондықтан бұл сөзге сенбеңіздер. Және мына суретті көрген болсаңыздар, біліңіздер, бұл Photoshop. DreamWorks. 20 ғасырда 1994 жылы 3 талантты адам бас қосты. Режиссер Стивен Спилберг, Disney студиясының режиссері Джеффри Катценберг және музыкалық продюсер Дэвид Кейпин. Және жаңа киностудия жасамақ болады. Ол бүгінде DreamWorks кинокомпаниясы есімімен танымал. Біз бұл компанияны айдың үстіне балық аулап отқан бала арқылы жақсы танимыз. Ең бірінші идея айдың үстіне баланы шармен апарып қондыру болады. Бірақ кейін суретші-иллюстратор Деннис Мюррен суретті қолдану емес, салу керек деп шешті. Соңында Деннистің ойына айдың үстіне балық аулап отқан баланың суретін салу келді. Кейін бұл Стивен Спилбергке ұнап, болашақ логотип ретінде таңдап алды. Columbia Pictures. Бір қолында факел, екінші қолында ақш туын ұстап тұрған әйелдің бейнесі 1924 жылы ойлап шығарылған. Және бұл әйел Америка символы болатын. Бірақ картина өте қарапайым болды. Фон және бұлттар болмады. Бірақ 6 жылдан кейін логотипке өзгертулер енді. Енді әйелдің шаш стилі әдемленді және факелдағы от одан бетер жарқырады. Ал артындағы фон бұлттармен әдемленді. Кейіннен артына компания аты жазылып қойылды. Қазіргі кезде қолданылып жүрген логотип 1994 жылы Sony компаниясы сатып алынғаннан кейін пайда болды. Қазіргі кезде оның анимацияланған түрі көрсетілуде. Walt Disney Company. Walt Disneyдегі әдемі сарай және ондағы музыка бәрімізге өте танымал. Ең бірінші логотип жасар кезде ағайынды Диснейлер Уолтер және Рой ұйқыдағы арудың сарайының сұлбасын қолданады. Бұл сарай немістің Нойванштайн сарайының үлгісінде стильденген. Ең бірінші логотипке сарай үстінен сызық сызылып өтеді. Бұл сызық Питер Пен ертегісіндегі Фея Тинкербелл қалдырған жұлдызды шаңдармен байланыстырады. 1985 жылдан бастап бұл логотип компьютермен анимацияланады. Және бұдан бастап жұлдызды шаңмен бірге Тинкербеллдің өзі ұшып өтетін болды. Қазіргі кезде логотип әрленген, жарқыранған. Және бұл сарай ұйқыдағы арудың емес, Золушканың сарайы болып өзгертілді. Мұнымен видеомыз бітті. Онан соң лайк басыңыз және тіркелуді ұмытпаңыз.